Баршаңызға сәлем. Бүгін өте тез жасалатын және жеңіл салаттың рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеліп, соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Тауықтың сан етін жақсылап жуып, суға тұз салып қайнатып пісіреміз. Піскен тауық етін сүйегінен ажыратып, төртбұрыштап майдалап тураймыз. Піскен жұмыртқаның ағуызын сарыуызынан ажыратып, үкіштен өткіземіз. Жұмыртқаның сарыуызына майдалап туралған сарымсақ пен майонезді қосып жақсылап араластырамыз. Ыдысқа туралған тауық етін саламыз. Үккіштен өткізілген ақуызды саламыз. Үккіштен өткізілген ірімшікті салып, жасыл бұршақ салып, майонезбен араластырылған сарыуызды қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз дайын болды. Өте дәмді болып шықты. Сіздерге жасап көруге кеңес берем. Жасап көріңіздер. Ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, менің каналыма тіркеліңіздер. Сіздермен бірге болған Салима.